Достар, барлықтарыңызға үлкен сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге Оскар марапаттау рәсіміндегі қызыл кілемде болған образдарға шолу жасағым келіп отыр. Менің басқа да видеоларымды көретін болсаңыздар, мен сұлулық, косметика, немесе стиль, сәннен басқа, сонымен қатар киноны да өте қатты жақсы көремін. Әсіресе голливудтық кино, әсіресе батыстық кино. Мен қызық киноларды, сапалы киноларды, жаңа тұсаукесерлерді өткізіп алмауға тырысамын әрқашан. Және голливудтық селебритиларда не болып жатқаны, қандай жаңалық болып жатқаны барлығын өткізіп алмауға тырысамын. Сондықтан мен бүгін сіздермен бірге Оскардың қызыл кілемдегі образдарға шолу жасағым келіп отыр. Кім кіммен келді, кім не киіп келді. Егер сіздерге қызық болса, онда осы видеодан алыстамаңыздар. Жалпы Оскар туралы айтатын болсақ, марапаттау рәсімі қызықты өтті. Көптеген қалжыңдар айтылды. Мысалы, Голливудта қазір өте бір маңызды мәселе болып туындаған жыныстық бопсалау жайында да айтылып кетті. Бірақ ол мәселені әрине осы Оскарда кішкене жұмсартып, оған толығымен тоқталмай, жай ғана сыртынан жанап қана өтті деп те айтсақ болады. Сонымен қатар әйелдердің еркектермен бірге тепе-теңділігі жайында көп айтылды. Үздік фильм номинациясын Гильермо дель Тороның «Форма воды» су бейнесі фильмі алды. Бұл фильмді көбінесе ғажайып махаббат туралы айтылған оқиға деп береді. Бірақ менің ойымша бұл тақырып фильмде толығымен ашылмаған сияқты. Бұл туралы ойымды мен өз инстаграм парақшамда бөліскен болатынмын. Менің инстаграмыма кіріп оқисаңыздар болады. Ол жақта мен кейде жалпы кино туралы да жазып отырамын. Ең үздік фильм ретінде Оскарға татымайтын сияқты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Міндетті түрде өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Осы жылы қызыл кілемде Алтын глобустағыдай қара киім киілген жоқ. Алтын глобуста осы Голливудта болып жатқан жыныстық бопсалауға байланысты тақырыпқа наразылық білдіру ретінде барлық голливудтық кештер деп айтсақ болады, қара киім киіп келген болатын. Осы жылы Оскарда олай болған жоқ. Бәрі алдын ала таңдалған дизайнерлік киімдерін киіп келді, және ол қандай образ болғандарын бірге тамашалайық. Үздік актриса номинациясын Фрэнсис Макдорманд ұтып алды. Ол Версачидің қара алтын көйлегін киіп шықты. Шын айтсам, менің ойымша бұл детальды түрде ойластырылған образ. Әсіресе осы ерлер мен әйелдер арасындағы тепе-теңдікті көрсетуге жасалынған образ сияқты менің ойымша. Себебі көйлегі максималды түрде қарапайым болды. Шаш үлгісі де қарапайым түрде болды, және макияжы тіпті болмаған сияқты. Шын айтса, маған образ қатты ұнады деп айта алмаймын, орташа. Бірақ егер бұны алдын ала ойластырылған образ деп санайтын болсақ, онда жақсы жасалынған сияқты. Салли Хокинс Armani Pride көйлегін киіп келді, күміс түсті. Шын айтса, маған көйлегі мүлдем ұнаған жоқ. Бұл актриса мен алғашқы рет Джейн Остиннің романы бойынша түсірілген «Доводы рассудки» фильмінде көрген болатын алғашқы. Сол кезде бұл актрисаның келбеті тым қарапайым деп ойлағанмын. Дегенмен маған көйлегі онша қатты ұнаған жоқ. Біріншіден, көйлегі өзіне үлкен сияқты болып көрінді, шын айтсам. Өзінің шаш үлгісі де тым қарапайым, тым немқұрайлықпен жасалған сияқты. Маған образы мүлдем ұнаған жоқ. Ал Сирша Ронанға келетін болсақ, маған образы өте қатты ұнады. Ашық, қызғылт түсті аппоинтмен жасаған Кельвин Кляйн көйлегін киген. Образы өте қарапайым, бірақ барлық детальдарға дейін ойластырылған образ. Шашының үлгісі де қарапайым, дегенмен туфли, көйлегі және әшекейлері бәрі бір-біріне сәйкес келіп, өте жас, өте әдемі, өте нәзік образ берген сияқты менің ойымша. Марго Робиға келетін болсақ, Марго Роби де маған өте қатты ұнайтын актрисалардың бірі. Менің ойымша оған сондай намысты, дерзкий дейміз ғой, образдар қатты жарасатын сияқты кинода әсіресе. Әрқашан ол сондай еліктіргіш образдарды сомдайды. Сондықтан маған бұл актриса өте қатты ұнайды. Ол қазір Шанельдің өкілі болып саналады.
әрине сол үшін ол Chanel Haute Couture ақ көйлегін киіп келді. Фли Роджер Вивердан болды. Бірақ көйлектің үстіндегі жылтыр гирляндасы маған онша ұнаған жоқ. Менің ойымша, егер бұл гирлянда болмағанда, образ тіптен жақсы шығушы еді. Мэрил Стрипқа келетін болсақ, ол Диордың қанық түсті қызыл көйлегін киіп келді. Менің ойымша өте сәтті жасалған образ. Білмеймін неге екен, кейбір интернет ресурстарда оны Шрек мультфильміндегі зұлым феямен салыстырады. Менің ойымша бұл мүлдем екі түрлі образ сияқты. Себебі Мэрил Стриптің өзінің келбеті сондай мейірімдірек сияқты. Өте жақсы таңдалған көйлек. Мәнісінде жеңімпаздардың образы сияқты. Қосалқы рөлдерге келетін болса, ең үздік актриса жүлдесіне Элисон Дженни ие болды. Ол Рим Акраның көйлегін киіп келді. Ол да қанық қызыл түсті көйлек. Маған өте қатты ұнады. Кимоно стилінде жасалған сияқты. Декольтесіне жарасымды, өте нәзік, әдемі, дөрекі көрінбеді менің ойымша. Бүкіл образы жақсы ойластырылған. Ал Мэри Джей Блатч Версаченің ақ көйлегін киіп келді. Көрнекті сырғасымен бірге бұл қарапайым көйлек өте жақсы жарасып тұрған сияқты менің ойымша. Образы жақсы жасалған. Өткен жылғы Оскар иегері Эмма Стоун Луи Виттонның өкілі болып келеді. Сондықтан ол әрине Луи Виттонның киімін киіп келді. Эмма Стоунның образы онша қатты ұнаған жоқ. Пиджакпен бірге киілген қызғылт бант, сонымен қатар мынау көптен бері сәннен шығып кеткен атластан жасалынған шалбары маған образ онша қатты ұнаған жоқ. Ал Лубита Нюангаға келетін болсақ, мысалы, ол Клеопатра образында болған сияқты. Маған да оның көйлегі онша қатты ұнаған жоқ. Ол Версаченің қара алтын түсті көйлегін киіп келді, дегенмен онша сәтті жасалмаған образ сияқты. Николь Кидман Армани Прайвтың көк түсті көйлегін киіп келді. Маған Николь Кидман әрқашан ұнайды, бірақ осы жолы өзінің образы кішкене сәтсізде болған сияқты. Алдындағы банты тым үлкен сияқты, ал декольтесі өзінің арық келбетіне алыстан қарағанда біртүрлі көрінетін сияқты. Ал сұлу Галь Гадот болса, Живаншидің күміс түсті көйлегі мен Тиффанидің әшекейлерін киіп келді. Маған оның образы өте қатты ұнады. Жалпы ол өте сұлу және өте нәзік бикеш деп те айта аламын. Үздік режиссер ретінде номинацияға түсіп отырған Грета Гервиг Родартенің сәнді көйлегін киіп келді. Ол да Тиффанидің әшекейлерін таңдады. Образ жаман емес, менің ойымша жақсы, нәзік және ең бастысы өзіне үйлесімді. Көптен көрінбей кеткен Дженнифер Гарнер өте әдемі қанық көк түсті Ателье Версаченің көйлегін киіп келді. Менің ойымша оның образы өте сәнді, ағымға сай болды. Образы өте тамаша құрастырылған менің ойымша. Бұзық Дженнифер Лоуренс Диор, әрине Диор көйлегін киіп келді, себебі ол Диордың өкілі болып саналады. Бұл актриса маған өте қатты ұнамаса да, шын айту керек, рөлдерді ол жақсы сомдайды. Мүмкін Оскарды кезінде бекер алмаған шығар. Бәріне белгілі, бұл актриса өте әзіл ғой және барлық кештерде өзін өте бос ұстайды. Менің ойымша бұл голливудтық селебритиларға бір шарым қосатын сияқты, менің ойымша. Көйлегі де әдемі болды. Маған әсіресе оның толығымен ойластырылған шаш үлгісі ұнады. Көйлегі де өзінің образы маған жалпы ұнады. Сальма Хайек Гуччидің күлгін түсті көйлегін киіп келді. Шын айтсам, маған ол көйлек тіпті ұнаған жоқ. Тым жылтыр сияқты, тым әшекейлері көп сияқты және образы онша ұнаған жоқ. Өте құрметпен қарайтын келесі актриса Сандра Буллок Луи Виттонның көйлегін киіп келді. Байқасаңыздар, осы жолы күміс түстес, күміс қара аралас, алтын қара аралас көйлектер көп болды. Себебі осы жылы жалпы металлик түсі өте сәнге қайта оралып, өте сәнді болып саналады. Оның образы маған ұнады, көйлегі де ұнады, қарапайымдылығына қарамастан көйлегі ғажайып көрінетін сияқты. Және түп-түзу жасалған шашы, шаш үлгісі толық жақсы ойластырылған. Менің ең сүйікті актрисаларымның бірі Эмили Блант. Осы жылы Скапареллидің
көйлегін таңдады. Маған көйлегі қатты ұнады деп айта алмаймын, шын айтса. Әсіресе иығындағы және мойнындағы элементтер. Бұл актрисаны жақсы көргендіктен басқа ештеңке айта алмаймын. Жалпы айта кететін болсақ, осы жылы Оскарда сәтсіз көйлектер аз болған сияқты. Өткен жылдарға шолу жасасақ, Оскар марапаттау рәсімінде сәтсіз, қызық, күлкілі, жайсыз көйлектермен келген актрисалар талай рет болған. Сонымен қатар ең әдемі және сүйкімді жұптарға келетін болсақ, Энсел Элгорт пен оның құрбысы Виолетта өте сүйкімді, нәзік көрінді менің ойымша. Сонымен қатар Мэттью МакКонахи әрқашан өзінің әйелі Камила Алвеспен келеді. Жұптардың бір-біріне деген сүйіспеншілігін көрсететін сияқты. Аманда Сейфрид өз күйеуімен келді. Модель Эмили Ратаковский жақында ғана күйеуге тиіп, өзінің күйеуімен келді. Бұзық Майли Сайрус кішкене басылып, өзінің сүйіктісі Крис Хемсвортқа қайта қосылып, екеуі қол ұстасып, осы марапаттау рәсіміне бірге келді. Менің сүйікті Арми Хаммер өзінің әйелімен келді. Айла Фишер өзінің күйеуі қазақстандық Борат, яғни Саша Боран Коэнмен келді. Сэм Роквелл өзінің жұбайымен бірге келді. Сонымен қатар Эми Адамс та өзінің жұбайымен келді. Осылайша Оскардың қызыл кілемі түрлі түсті образдарға толы болды. Сіздердің ойларыңызша қай көйлек, қай образ сәтті шыққан туралы міндетті түрде өз пікірлеріңізді комментарийда жаза отырыңыздар. Егер сіздерге видео ұнаса, лайкты басуды ұмытпаңыздар. Және менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.